Сәлем баршаларыңызға. Мен бұрын өзімнің әкемнен үйренген малдың шек қарнынан жасалатын өте ерекше, өте дәмді, өте сирек жасалатын, дәрумендерге өте бай, тіл үйретін, аузыңнан дәмі кетпейтін қуырдақтың жасалу жолын өзімнің келініме үйреткен болатын. Енді міне бүгін сол деликатес қуырдағының жасалу жолымен келінім сіздермен бөліспекші. Енді осы дәруменге бай тағамды өздеріңіздің отбасыларыңызбен жасап жеңіздер. Сәлем бердім, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін дәрумендерге толы деликатес қуырдағын жасайын деп жатырық. Бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен менде сиырдың ішек қарындары. Осы ішек қарындарын бәрін тазалап жуып алдым. Және ішіне өкпе мен бүйрек бауыр қостым. Осының бәрін жақсылап жуып, тазалап алғаннан кейін іші сыртын аударып ішектердің, сөйтіп осылай өріп алғанымыз жақсы. Өйткені өрсек бір қалыпты туралады. Міне бәрін дайындап алдық. Енді ыдысымызға мұздай салқын су құйып, бәрін ішіне саламыз. Сөйтіп газдың астын жағып, қайнатамыз. Міне енді қайнады. Бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Міне жақсылап көбіктерін алып алдық. Енді ары қарата 15 минут қайнатамыз. Одан көп қайнатып жібермеңіздер. Көп қайнатып жіберетін болсақ, маңыздың бәрі сорпаға шығып кетеді. 10 минут өткеннен кейін бауырымызды саламыз. Оны да 5 минут қайнатып аламыз. Бауыр өйткені тез пісіп кетеді. Міне тез қайнаттық. 15 минуттай қайнатып алдық. Енді бәрін сүзіп аламыз. Сүзіп алып, бәрін турауға кірісеміз. Міне енді мамам екеуміз турауға кірістік. Сәбізімізді, пиязымызды, картопымызды және жаңа сүзіп алған ішек қарындарымызды, өкпе, бүйрек бәрін солонка қылып турап аламыз. Және біз кішкене ет қосып істедік. Етті де бәрін солонка қылып, көріп тұрғандарыңыздай солонка қылып бәрін турап жатырық.
Міне барлығын солонка қылып турап алдық. Енді қазанымызға менде осындай бір бокал май құйдым. Мен сұйық май құйдым, және де құйрық май қосып жасай берсеңіздер де болады. Содан кейін майымыз қызған кезінде пиязымызды салып 2-3 минут қуырып аламыз. Міне сап-сары әдемі болып қуырылды. Енді етімізді саламыз. Етімізді бір 3-4 минут қуырып аламыз. Міне жақсылап қуырылып жатыр. Міне араластырып қою керекпіз арасында. Өстіп жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне солонка қылып туралған ішек қарындарымызды, өкпемізді бәрін саламыз. Бұны да әдемілеп 15-20 минут қуырып аласыздар. Міне жақсылап араластырып тұрып, қуырып алдық. Енді үстіне томатымызды қосамыз. Оны да араластырамыз жақсылап. 1-2 минут қуырылғаннан кейін үстіне тұз, бұрыш және лавровый листерімізді қосамыз. Міне енді сәбізімізді саламыз. Сөйтіп араластырып 1,5 сағатқа бұқтырып қоямыз. Отымызды алғашқыда қаттылау қоямыз, одан кейін орташа отта бәрін қуырып аламыз. 5-10 минут қуырылғаннан кейін отымыздың астын ең төменгі отқа қойып, қазанымыздың бетін жауып 1,5 сағатқа бұқтырып қоямыз. Міне барлығын қуырып, бұқтырып қойған болатынбыз. 1,5 сағат өтті. Енді әдемі жұмсақ болып пісті. Міне мен жарты пияладай су құйдым. Оның үстіне картоп салдым. Картопымыз 20 минутта пісіп шығады. Енді бетін жауып, ары қарай бұқтырып қоямыз. Біздің каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Және лайк, комментарий баса отырыңыздар. Міне картопымыз пісіп дайын болды. Енді үстіне жаңа турап қойған бауырымызды саламыз. Бағана 5 минут бұны суда пісіріп алғамыз. Енді 5 минут бұқтырылса болды. Сонымен біздің қуырдағымыз дайын болады. Міне өте жұмсақ, өте дәмді, өте керемет, дәмі тіл үйіретін, дәрумендерге толы ішек қарыннан жасалған қуырдағымыз дайын болды. Енді қуырдағымызды ыдысымызға салып, қонақтарымызға, достарымызға, үйдегілерімізге ұсынатын боламыз.
Міне ыдысыма салып болдым. Енді үстіне дөңгелектеп туралған пиязымды қоям және укропымызды сеуіп үйдегілерге ұсынатын боламын. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Ас болсын.